Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Шарал ауылы Әбдірсамтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сырым датұлы, балаби мен сырым. Атадан қалған асыл сөз тарауы бойынша. Оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар сырым датұлын әдеби, тарихи тұлға, ақын ретінде таниды, шығарма мазмұнын түсінеді. Оқушылардың басым бөлігі әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайды. Кейбір оқушылар автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасайды. Бұл кім? Суреттегі тұлғалардың кім екендігін анықтаймыз. Иә, балалар, бұл Төле би, бұл Бөгенбай батыр, бұл Асанғайғы шешен. Олай болса, топқа бөлінейік. Бірінші топ шешен, екінші топ Төле би, үшінші топ батыр. Сұрақты қағып ал әдісі бойынша сұрақтарға жауап берейік. Шешендік дегеніміз не? Қандай шешендерді білесіңдер? Өте жақсы, балалар. Көтерілістің басшысы Сырым датұлы 1742-1802 жылдары аралығында өмір сүрген. Зерттеулерге қарағанда Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданында дүниеге келген. Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен. Кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен. Өзінің асқан ақылдылығы арқасында өз ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан балаби атанды. Оқылым мақсаттарына негізделген тапсырмаларды орындайық. Мәтінді түсініп оқып, мазмұнын аш. Сұрақтарға жауап беріңдер, композициялық құрылымын анықтаңдар. Сырым датұлы туралы не білдіңдер? Сырым датұлы неліктен көтеріліс басшысы болды? Сырым қандай адамдардан бата алған? Сырымның балаби атану себебі неде? Өте жақсы, балалар. Екінші тапсырма топпен жұмыс. Бірінші топ тапсырмасы Сырым датұлы бастаған көтеріліс туралы ұсынылған кестені толтырыңдар. Көтерілісшілердің басты мақсаты, жеңілу себептері, тарихи маңызы, көтерілістің нәтижесі. Екінші топ тапсырмасы
Т кестесін толтырыңдар. Көтеріліс кезінде сырымға көрсетілген ықылас. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі сырымға көрсетілген ықылас. Үшінші топ тапсырмасы. Балаби мен сырымға мінездеме беріңдер. Шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректерді жинаңдар. Дескрипторы көтерілістің тарихи маңызын ашады, сырымға көрсетілген ықыласты кезеңімен салыстыра талдайды, Балаби мен сырымның бейнесін ашады. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма жұмбақтас әдісі бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, сырым датылының шешендік сөздерін анықтаймыз. Сөз анасы неден? Су анасы неден? Дін анасы неден? Жол анасы неден? Дау мұраты не? Сауда мұраты не? Жол мұраты не? Қыз мұраты не? Ықтимал жауаппен салыстырайық. Сөз анасы құлақтан, су анасы бұлақтан, дін анасы ұяттан, жол анасы тұяқтан. Дау мұраты біту, сауда мұраты ұту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету. Келесі тапсырма сырым датылының нақыл сөздерімен танысып, оның маңыздылығына, құндылығына баға беріңдер. Әдеби эссе жазыңдар. Ат шапысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайыннан асқан дау жоқ. Мен ағайынды екеумін, біреуі өзім, екіншісі халқым. Ата тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені болар. Ана тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені болар. Таудан биік көңіл бар, теңізден терең ғылым бар. Оттан бетер қайғызар. Азамат жетім болмайды, халықтан болса панасы. Халық жетім болмайды, басшы болса данасы. Дескрипторы нақыл сөздердің маңыздылығына, құндылығына баға береді, өмірмен байланыстырып әдеби эссе жазады. Жарайсыңдар балалар. Қалыптастырушы бағалау балдық жүйемен бағаланады. Кері байланыс 2 жұлдыз 1 тілек әдісі бойынша. Бүгін біз сырым датылының әдеби тарихи тұлға екенімен жан-жақты таныстық. Шығарманың композициялық құрылымын анықтадық. Кейіпкерге сипаттама беріп,
баға бердік. Үйге тапсырма Сырым Датұлының шешендік сөздерін оқу, мәнерлеп жатқа айту. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.